Тарихың отанасы, тарихың пен анасы. Енді көп азаматтар осы жерде келісті жеткен азаматтар бар. Мінекей 40 жыл көрмеген, бірге оқып, бірге өскен, тастас, сырттас бастап енді дәл осы кезде біздің жолдастарымыздың бәрі үлкен тақта бар, немерелері бар. Енді көп азаматтар көңіл естеймізді. Но кластастарымыздың арасында 2-3 оқушыларымыз бүгін соған арнап қандай тамаша кездесу. Артын өзбекменен өксіп өтеміз. Және де осындай кездесу өткіземіз. Аралықта өткізіп көңіл дейік. Тек қана жасын. Біз бүгін 40 жылдық кездесуін болып отырмыз. Біз 1976 жылы осы мектепке тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып, 1986 жылы мектепті тамамдап, міне бүгін біздің керемет кездесуіміз 40 жылдық кешіміз болып жатыр. Осы мектепке келіп, бірінші осы мектепті көріп, бұрынғы жастық шағымызды есімізге алып, мұғалімдерге алғысымызды білдіріп, біз 40 жылдық кешімізді жастай келе отырмыз. 1986 жылы осы 7 март мектебін, Төле би ауданы 8 март мектебін бітірген түлектер бүгінгі 40 жылдық мерекемізге жиналып, осында мектепті еске алып көріп, біз оқыған кезімізде мектептің аты 8 март еді. Қазір уақытта міне өзіміздің ұлымыздың биі Төле би бабамыздың атымен қойылған екен. Енді біздің айтатынымыз осы күнге жеткізгеніне жеткенімізге шүкір тобы дейік. Артымызда келе жатқан 1970 жылғы балдардың келесі жылғы 40 жылдығына аман есен күліп ойнап жетулеріне бәріне тілектеспіз. Кездескенше тек қана аманшылық болсын дейік. Ауданы 8 март мектебі 86 жылғылардың түлектердің 40 жылдығы құтты болсын!
25'te салушы едік сайран, сол кездер сағындырған ай. Серілікпен өтті күндер жайнаған, жастықтың жалын жылдар ай. Ғашық болып сұлу әнге жаным, өнердің жақтың алауын. Ағалыққа басқандайыма қадам, қырықтың бұзған қамалын. Қырық дегенің жігіт беделің, биік беделің солай. Қырық дегенің үміт беделім, күліп келемін солай. Еске алайық достар, бос тұрғай әнге салатын. Қайдасыңдар құрбылар мен құрдастар, кештерге бірге баратын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Алысты жақын қылып, тайғылынды тебізген парталас кластастарымды көрейін деп, ағамыз бен жеңгеміз Астанадан арнайы ат терлетіп келгендеріңіздің мыңда бір алғыс. Той құтты болсын. Ал құрметті, асыға күткен бірінші 40 жылдығымыз құтты болсын. Осында жиналып отырған өзіміздің мектеп табалдырығынан бірге келатқан класстас қыздарым, класстас жігіттерім, мұны көрісіп жатырмыз. Қуанышымда шек жоқ. Осында қуанышымыз жалғаса берсін. Отбасыларыңа тек жақсылық тілеймін. Денлеріңе саулық тілеймін, иманның байлығын тілеймін. Осында сарқанымыз ары қарай жалғаса берсін. Өсіп келатқан өсірген ол қыздарымыз, немерелеріміздің қызығын көрейік, денлерімізге қызығын көрейік. Осындай үлкен тойлар бола берсін. Осындай кең дастарханда бұдан кейін де кездесе берейік. Мынау айтады ғой, осындай достарының алдында абыройын көтерілсе, осындай достарының алдында қуанышын көтерілсе, осындай достарының алдында ниетің
пейілің ақ болса, бұдан басқа артық бақыт жоқ. Осындай достарымыз мәңгі 1000 жылдық болсын, деніміз сау болсын. Құда қаласа мына 40 жылдықтың өткізіп жатырмыз. Өте қуанышты. Осындай ұйымдастырған жігіттер, қыздардың бәріне басым деймін. Әсіресе Досболға басын бастап, аяғына дейін осыны алып келген, бәрін ұйымдастырып, мынау келіншектеріне 1000 рахмет. Ат салысып, ұйықтамай, мынау дастарханның бәрін осы кісілердің арқасы, мынау берген сыйлықтарды осылардың арқасы деп білем. Бұларға да қолдарын дерт көрмесін. Мынау өсіп келе жатқан немелердің қызығын көріңдер. Еш уақытта шаршамаңдар. Байларыңды сыйлап өтіңдер. Жаман болмайсыңдар. Бірақ біз сендердің арқаларында жүрміз, осы шалқып өтірік емес. Шалқып жүрміз ғой? Мойдап қояғы өтірік емес. Бұларсыз өмір емес. Өмір. Ал айналайындар, өте қуаныштымын. Бәрін кеп бас қосып, сағынышымызды, қуанышымызды бастық бұл жерге кеп. Қанша жыл, 40 жыл көріспедік. Мен бұдан кейін де көрісе берейік. Құда қаласа 45 жыл емес, әр жыл сайын кездесе берейік. Басымыз қосыла берсін. Бір-біріміз сағынбай жүретін, көңіліміз көтеріп жүретін, сыйласып жүретін. Не деймін? Тек жақсылық тілеймін. Отбасыларыңызға, дастарханыңыз тек жақсылық тобы жайылсын. Деніміз сау болсын, ауырмаңдар. Рахмет. Асқар ағамыз сияқты бір ағамыз айтады дейді, 60-70-ден асқаннан кейін Құдай қосқан жарың екінші анаң сияқты болып қалады екен. Мұздай жерге отырма, үстіңді былғама, темекі тартпа, бұзық балдарға қосылма, тойға барғаннан кейін былшылдатып әр нәрсені жей берме, үстіңе тамызбай отыр, көп іше берме, мас болып қаласың, бөтен келіншекке қарай берме деп айтып отырады екен. Оны естіген 40-қа келген жігіт әйелін кухняға шақырып алып айтады дейді, жаным, үйленгенімізге 25 жыл болды, бүгіннен бастап мен сені мама десем ренжімейсің бе деп. Әйел айтады, жоқ, жан, мама десең дей бердім. Күйеуім шауып жүр дейді, мама магазинге барып келейін ба, мама мұсыр төгіп келейін ба, мама балдарды садиктен алып келейін ба деп. Кешке жатар орынға келген кезде күйеуі айтады дейді, мама, менің үйленгім келеді деп айтады. Ал құрметті менің жолдасымның класстастары, құрдастары, сіздердің құрдастарыңыз, менде 69 төрті күні біздің де 40 жылдығымыз өтеді. Осылай бола берсін. Сіздерге тілейтінім, мынау 40 жылдық кездесулеріңіз ары қарай жалғаса берсін. Дендеріңіз сау болсын, қыздар күлімдеп осылай төрде отыра берсін. Барлығымыз ата әже болып жатырмыз ғой. Сол немереден шөбере сүйіп, шаңырағымызда тек қана жақсылық бола берсін. Ал енді осы тойды барлығын ұйымдастырған жігіттердің жолдастары мына жерде атап айтқанда Құралай, Оля, Назипа, сендерге көп-көп рахмет. Қанша күннен бері атсалысып жүгіріп жүрсіңдер. Біз енді ана жақтан дайынға тап болып келдік. Сендерге көп-көп рахмет. Той-тойға ұласа берсін. Дендеріңізге саулық тілеймін. Тек қана жақсылық болсын. Қыздар осылай төрде күлімдеп, жайнап жүре беріңіздер. Қандай қуанышты болып отырсыздар, сіздер көріп, мен де қуанып отырмын. Осылай күліп ойнап, сіз біздесіп, осындай күндерімізді ұмытпай жүре берейік. Енді менің жолдасым Асқардың қанша күннен бері дайындап келген бір әні бар. Негізі әнші. Құр қол кетпек деп жатырмыз да, шотау жинап кетейік. Өте дұрыс, өте дұрыс.
жол жөнекей бензин бар дегенде қыстырып қойыңыздар ары деп. Онда Асқар ағамыздың өнері жеделеді, Құда қаласа. Ән жазған жеңгем, сөз жазған Асқар ағам, әннің аты өзім білемін. Бұлай. Шабыт кеп тұрған кезде де қойды. Ақкөңіл қоймаймыз. Ақкөңіл кеуде сүргендердің жүрегі сондай көңілді болады ғой, жерге жақыннан қорыққанда. Жаңа кино қандай кино? 12 столик дұрыс па? Молодец! Дұрыстап. Енді сізге бір сұрақ қояйын, бір сұрақ дұрыс жауап бердіңіз, екінші сұрақты қояйын. Өзіңіз жалғыз үйде қалып кеткенде, жылан кіріп кетсе не болады? Круто поверните направо. Дұрыс емес, екі жылан болады. Келіңіз, қошемет жеңгемізге бір қошемет деп қол соғып қойыңыздар. Рахмет, жеңгем өзім сияқты екен, Аллаға шүкір. Баяғыда апам айтып жүреді, қараңғы кішкентай шайнек тез қайнайды деп. Жаңағы кино қандай кино? Алаш, өте тамаша. Қошемет қол соғып қойып. Енді сізге оңайын қойайын ба, қиынын қойайын ба? Оңайын қойайын. Күйеуіңіздің аты? Халижа. Дұрыс. Осында ойынға шыққан кезде билеп шығайық. Ана Каспий банкқа келіп кредит алады адам ұқсамай, бір тойға келген адам ұқсамай. Есіміңіз? Гүлмира әпке жаңағы кино қандай кино? Бандитский Петербург. Молодец! Көрмесіңіз, біліп тұрмын мен. Рахмет, сізге сұрақ қойым, оңайын қойын ба, қиынын қойын ба? Айтсаңшы, білмейм деген жоқ, қалаған деген жоқ, оңай, қиын, екі. Оңайын қойын ба, есіміңіз? Гүлмира. Дұрыс. Палар бересіңіз. Оңай сұрақ. Тозы кетіңіз. Баяғыда 100 грамм ішіп жүрген кезде бір қонақтар келіп қалып, түнімен осы өлеңді айтып тұрдық та. Сөйтсем азға таңертең көрсім келіп, әкесінің ауыз келіп, құстан құс қалмады ғой дейді. Содан келесің де қалғаннан өлең. Енді айтамайым мен қазір оған дауыс жоқ шыннан. Мен үшін өзім айтпасам. Рахмет, енді бір сұрақты дұрыс жауап таптыңыз. Енді екінші сұрақ сізге қояйын. Жаңағы сұрақ тамадада не болмайды? Тамадада не болмайды? Ят. Жылқыда өт болмайтын білем, тамада немесі жоқ екен. Ақшаларың бар, мәшінелерің бар, қатын, тоқал, бәр сендердікі. Не сұрап тұрсың да? Оқыз бәрі бар. Жылқыда өт болмайды, тамада да Рахмет. Есігін аяқтап та кетіп қалса. Рахмет. Ағамызға сый-сияпат берейік. Тамадада жаман ниет болмайды екен. Рахмет. Рахмет. Тамадада жаман ниет болмайды екен ардақтаған. Бар, үйістік ниет болмайды деп айтпасам айтпайды. Рахмет. Үйде. Ортаға. Үйде.
Рахмет, құпия болмаса гонорарларыңызды айтып кетесіздер ме, тойға шақырайық десең. Сенбеңдер, жүрек алдайды, жүрек жас болып соғып тұра береді, бірақ корпус қартаяды екен шырағым деп айтады. Сол айтпақшы, бірақ жүрекке сеніп алданып қалмаңыздар. Мынау мереке құтты болсын, бір ауыз ақ тілек өздеріңізден болсын. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, бауырларым, жеңгелерім, жезделер, баршаңызға бүгінгі міне бір-біріңізді 40 жылдан кейін бас қосайық деп, бір-біріңізді тілдесіп, ынтымақтасып, ынтымақтың арқасында міне бір дастарханда жиналып отқан жайларыңыз бар екен. Құтты болсын, сол қуаныштарыңызды бөлісейін деп, әнелеріңіз, келіндеріңіз, біз сіздерді көріп, қалай отыр, соған қызмет жасайын деп, сіздердің проверка жасап келіп отқан жайымыз бар, анализін алайын деп. Баршаңызға рахмет. Ынтымақ, сіз біздік, бастарыңыз көбейе берсін, ынтымақтарыңыз мол болсын, ешқашан қартаймаңыздар. Міне баяғыда көргендей арттарыңыздан еріп жүгіріп жүрген балдар едік. Міне қандай әдемі әпшелеріміз, ағаларым, жеңгелерім, жезделерім отыр екен. Баршаңыз міне гүлдей жайнап отырсыздар. Бүгінгі жайнаған гүлдеріңіз ешқашан сөнбесін, әрқашан биіктерден көріңіздер. Асқар таудай болып ағаларымыз отыр міне. Баршаңыздың бар болғандарыңызға рахмет міне. Үстіп өсіп міне. Бәйтеректе астында әрқайсымызға Үсәна, құрметті Абдрасил Мұхтархан, сізді мектеп бітіруіңіздің 40 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз дедім. Содан айтар бір жиын болды, анау болды, сөз болды, өз болды, бір адамның кеудесіне бір нәрсе келеді екен да. Осы мен класстастарым үшін өмір өтпейді, өмір мәңгі жалғасады, өтетін ол біз. Сондықтан біз болған екен, осы барлығымызда, денсаулығымызда сыйласып жүрейік деп сіздерге осы сыйлықты бас-басыңызға класстастардың бәріне осындай жасалынды. Сервантта тұрсын. Алдарыңызға қыздар берген гүлді ертең апарып қойғама, жегіз қоймаңдар, әдемілеп беріп қойыңдар. Ертең 40 жылдықта балдар беріп еді деген память болсын деп істедік. Роза гүлді әкелсең 2 күннен кейін қурап кетеді ғой, мынау енді алдарында тұрады деп. Сондай ниетпен мәңгі болсын. Міне, әрқайсысын айта бермейміз, Мұхтарға айтқан кезінде түсіндіріп өтейін дедім да. Мәке, міне. Тұл, қол, шапалақ! Енді Құдай қаласа келесі отырыста бәріміз бірге болуға нәсіп етсін. Мына барлықтарың жақсы позитивный настройда әдемі ойнап күліп отырыңыздар. Мен тілектеспін соған. Қыздар, жігіттер бәріміз атсалысайық. Әр қыз өз чемоданын қасында тұрсын. Рахмет, жігіттер дайынсыздар ма? Дайынбыз. Қайда? Қыздар дайынсыздар ма? Рахмет сіздерге, мұнда бір алысты ер азаматқа қадірлеп, құрметтеп, ақша кетсе кетсін, абырой кетпесін деп бір-бір чемодан, бір-бір тойбастар, бір-бір игрушка. Ал, кеттік. Қыздар көбіктеп келіп дейді ғой. Сонда жеңгелер алдынан шауып шыққанда құр қол келмейді қыздар. Сол үшін мынау
Biz kızардың атынан келіншектерге шуылдақ алып келдік. Өздері шуылдап жатсын деп. Мінекей қыздар. Рахмет. Сосын қыздардың атынан ер азаматтарға бір швейцарский сағат. Рахмет. Сағат тоқтаса да өмірлеріңіз тоқтамасын ағалар. Аман болыңыздар. Жүр. Естелікке өткізіп сұралыңыздар. Осы чемоданмен тұрып. Қымбатты достарым, алтын класс достарым менің. Мына осы жерде 40 жыл көрмеген достарымыз бар екен. Мен өте қуаныштымын. Осы күнді қалай күттік. Осы барлықтарына тек жақсылық тілеймін. Ең бірінші дендерің сау болсын. Көргендерің тек жақсылық болсын. Енді бізде дос екен айтып кетті ғой, өзіміз 6 сенбе араласамыз деп әйтеуір біраз жыл болған. Бір-бірімізбен әйтеуір сүй құрметіміз бар, бір-бірімізді сенбеге араласып жүргендеріміз. Енді сендер де біздің қатарымызға қосылыңдар. Бағана Қалежан айтты ғой, Құда қаласа бір-біріміздің жақсылығымызға араласайық деп. Бұл жалған дүние. Білген адамға сыйласқаннан басқа ештеңе қалмайды екен. Бәріміз енді ақыл тоқтатып, уже оң бен соңды танылып қалған адамдарымыз ғой, түсінген адамға да. Өте қуаныштымын осы күнді қалай күткенімді сөз өтетін алмаймын. Мұны класстастарымыздың келіншектерімен танысып отырмын. Өте қуаныштымын. Ертең барлықтарға тек жақсылық тілеймін. Достығымыз ұласа берсін. Құда қаласа Асекең бір қуанышты хабар айтты, 45 жылда басқарамыз депші. Құда қаласа басқарамыз, өзіміз бәрін басындырып білеміз. 45 жылда, 45 жылда кейін кездесеміз деп. Құдай соған жеткізсін. Бәріміздің төрт көзімізді түгел қыпшы. Осылай жайнап, жадырап, 5 жылдан кейін кездесіп, тағы басымызды қосайық. Тек жақсылық, отбасыларға жақсылық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, осылай жайнап, жадырап жүре берейік. Қазіргі аталар, ағалар осыдан 40 жыл бұрын кішкене анамыз алып барған мектепке жетектеп, сол кезде бір-бірімізге оңай қарап, бұлай қарап, содан бері мінекей неше жыл өтіп, біріміз құрбы, біріміз дос болып, өсіп, өніп, міне 86 жылғы мектеп бітіп, қыздар ұяға демекші, құлдар қияға демекші ұшып, әркім өзінің өмірдегі жаңағы алып ұшқан өзінің үлкен отаны бар, алған білімі бар, тәрбиесі бар деген сияқты. Мінекей өніп өсіп, қазір бәріміз балалы шағалы неберелі болып отырмыз. Үлкен қуаныштарымыз көп, Құдайға шүкір. Ұлдарымызбен, неберелерімізбен баймыз. Осы отырған барлықтарыңыздан. Әрқайсыңыздың отбасыңызға амандық, жақсылық тілеймін. Әрдайым жарқырап жүріңіздер. Осылай жаңа дос бол айтып жатыр ғой, 3 семья, 6 не араласамыз деп. Мүмкін барлығымыз бірге араласып, жақсылықта, тойларда бірігіп бас қосып, отырған отырысымызды үлкейте берейік, Құдай қаласа. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сіздермен мен бақыттымын. Өте тамаша, енді сіздерге арнайы сый-сияпатымыз бар. Рахмет. Енді әпке бағанадан бері қарап отырмын, сіздің көзіңізден нота көріп тұрмын мен ше. До, ре, ми, фа, сол, ля, си, ля, сол, фа, ми, ре, до. Әпке болсын, бұрмаз артылай көзіңізден болсын. Алды класстастар, құрдастар, керемет отырыс болатыр. Құтты болсын, жолдасың жалғыздырады. Ассалаумағалейкум. Қандай қазір. Гүлжаттың кеу olan Айдырбек бүгінгі 40 жылда тойlarınız құтты болсын. Әрдайым осындай өмір сүріңіздер. 40 жыл дейміз, ертең 45 жыл болсын, оның 50 жыл болсын. Арасын 20 жылға созбаңыздар. Әлі 5 жыл, 5 жыл қоссаңыз жақсы да. Өмірдің деген өтіп жатыр, заман деген кетіп жатыр. Бүгін барсын, ертең жоқсың, дұрыс па? Өмірдің бәрі қызықсыз өтсін. Ертеңгі тойлардың арасында бірімізді сыйластығымызбен тойға шақырайық, бірімізді көрісейік.
неғып жатыр 5 жыл, 45 жыл, 30 жыл тойда кетсек әрдайым сыйластығымыз бірге болсын. Армандарыңызға болып қалсын әрдайым. Немереңіздер, шөбере көріңіздер. Барлығымыз сыйластық болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп қонақ болғандарыңызға мыңда бір алғыс. Алла шипа берсін сізге. Енді сыныптастарыңыздың атынан азын-аулақ сый-сияпаттарымыз бар. Бәрекелді. Thank you.